Ya Şayna, orman bizim tınısımız. Ağaçlar havаны тазартады. Жануарларға үй болады. Орман ресурстары адамдар үшін де өте маңызды. Дұрыс айтасың. Ағаштар қағаз, жиһаз жасайды. Дәрілер өсімдіктер де орманда өседі. Қандай тамаша ағаштар. Қазір бәрін кесіп, сатып байбалам. Тоқта Зеңгір, орман олай кесуге болмайды. Егер ағаштарды берекет кессек, орман азаяды. Бұл орман ресурстардың негізгі мәселелерінің бірі. Маған бәрібір, маған ақша керек. Ал мен болсам, пикниктен қалған қоқыстарды осында төрге саламын. Ешкім көрмейді. Қоқыс не? Қоқыс табиғатты ластайды. Жануарларға зиян. Орманның тағы бір мәселесі қоқыс пен өрт. Егер адамдар жауапсыз болса, орман жойылады. Зиянбек, сен білесің бе? Егер орман азайса, ауа ластанады, климат өзгереді. Ал қоқыс пен қоқыс топырақты улайды. Пластик жүздеген жыл жойылмайды. Сонда, егер орман болмаса, біз де таза ауасы қаламыз ба? Әрине, орман жердің өткісі. Адамдар ше, олар үйсіз қалады, көптеген ат-құстар жойылып кетуі мүмкін. Бірақ бәрін түзетуге болады. Біріншіден, ағаштар санын көбейту қажет. Екіншіден, қоқысты арнайы жәшікке тастап, сұрыптау қажет. Үшіншіден, орманда от жағуды доғару, өрттің алдын алу өте маңызды. Мен енді ағаштарды ретсіз кеспеймін. Тіпті көшет отырғызуға көмектесемін. Ал мен қоқысты жинап, тазалық сақтаймын. Орман байлығымыз. Оны қорғау әрқайсымыздың міндетіміз. Табиғатқа зиян келтірмей, Қоқыс тастамайық. Табиғатты